бейіттің қабірдің басына барған кезде құран оқуға болмайды дейді. Сосын құран оқылғаннан кейін садақа беруге болмайды дейді. Мысалға, мешіттен молдалар барады. Қазір көп осы спор болып жатқан жағдайда осы. Сон бейіттің басына барып құран оқу ма? Иә, бейіттің басына барып құран оқу. Мысалға, үйде қожалық істеп, молдаша барған уақытта соған садақа беру. Енді осы сауалдармен кішкентай жинақ, себебі бір кісі бала шағасын тастап күтіп отыр екен да. Кішкентай 4 жасар баласы бар, соны тастап күтіп отыр дейді, бір ауыз сөзім бар еді. Сосын бейіт басында құран оқу болады. Онда тұрған ешқандай не жоқ. Имам Ахмадтан кейін риуаят бар. Имам Ахмад бір күні бір жаназа шығарып отырылған кезде, бір адам құран оқып отқан кезінде айтады, расында да сондай сөз айтады. Мына кісі не істеп отырса, құран оқып отырса, мен оны кездестірмегенмін ондай нәрсені дейді. Дегенде ана кісі оқуды қоя салады. Сосын қабірден шыққаннан кейін жанында отырған бір кісі айтады. Мына кісінің атын білесің ба деп бір жаңағыдегі табиин мұхаддис ғалымның атын айтады. Иә, ол кісіні білемін. Одан хадис алына ма? Иә дейді. Сол кісіден келген риуаят, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бір адам дүниеден өтсе, сол кісінің басында Бақара сүрелерінің бөліктерін, бірінші алғашқы 5 аяты, аятыл курси және соңғы 2 аятын оқитын болса, Аллах табарака ва тағала ол кісіге көп жеңілдіктер береді деген екен. Оған не дейсің деген кезінде, жаңалдегі адам қаны оқыңдар деп айтыңдаршы деген екен. Сондықтан айтатыным халайық, Құранды оқуды туралы келген хадистер бар, мәйіттің басында Құран оқу туралы. Ол жаңағыдай 2 хадис, 3 хадиспен әңгіме бітпейді. Және оның бірінші орында мәселе кітаптардан қарасаңыз да, авторитет кітаптарда да оны айтылады. Ал молдаларға ақша беріп, Құран оқыған үшін ақша алу мәселесіне келсек, кейбір адамдар айтады, молдалар ақша алмау керек, ол Құран сатқанмен тең, басқа деген әңгіме айтады. Бірақ әр елдің өзінің менталитеті бар. Мысал, біз түрік емеспіз. Уақыф деген министерство құрып, оларға жаңағыдегі имамдарымыз ақша беріп отқан. Немесе біз басқа жаңағыдегі арабтар емеспіз. Өздерінің басқа жағынан айтып, бір жағынан ақша шығарып отқан. Осында отырған, біз мысалы Қазақстанда кадр жетіспейді дейміз. Көп ауылдарда көкелеріміз 80-70-тегі баяғы совхозда тракторист болған, бухгалтер болған бір көкелер отыр имам болып. Әлі ше. Ол жаңа шынымен бір имамдар айтады, сол кісілер ауырып қалса дейді, мен өзім әкем ауырғанына уайымдамаймын. Ана кісі өліп қалатын болды деп қорқам дейді. Себебі ол тастап кетсе ол жер, ана мешіт бос қалады. Ол жерге мен жас баланы апарып қойсам, отырмайды дейді. Себебі оған бөлінген айлық та жоқ, басқа да жоқ. Түсінесіз ба? Біз қазақтың менталитеті сондай. Біз өзіміздің молда қожамызды өзіміз бағамыз. Ол бірақ бір шартыменен ол кісі бүкіл өмірін сол дін жолына арнайды. Дін жолына арнайды. Яғни бір адам бала шағасын тастайды да, таңнан қара кешке шейін осы Аллахтың мешітінің қызметінде жүреді. Сондай қылса, онда ол кісіге біздің берген нәрсеміз арасында да садақа болып есептелінеді, немесе жәрдем деп, хадия деп, бауырлық, сыйлық деп есептелінеді. Қандай халде де ол кісінің одан басқа табыс көзі жоқ. Бірақ рас, егер ол кісі басқа табыс көзін тапса, әлбетте нұр үстіне нұр болады. Егер мысалы мен білем, мысалы ұйғыр ағайындарымыз Алматыда, өздерінің бір райондарында мешітте жаңағыдегі имамды алып келіп қояды, өте Құран жаттаған, араби білімі бар адам екен, сол кісіні қойып, еще тағы ол қазір барахолка қирап жатыр ғой, бірақ барахолканың бар уақыты ғой енді. Сол кезде сол жерден бір контейнер алып, бүкіл жүгіменен бере салған. Ал енді сен бізден ақша да сұрамайсың, басқа да қылмайсың, анау тіршілігің, бірақ тіршілігің сенікі болғанменен мына мешіттен сені әрдайым көрейік, ана жерге саудагер қой. Сөйтті соның шай тамағын беріп, өзіңде содан тартып отыр бір нәрсені дейді. Қарасаңыз, қарасты бір ел болып. Сөйтті анау молдасы еш жерде ақша да алмайды. Жаңағыдегі біреуге келіп жалынбайды, киімі көк, қарны тоқ, таңнан қара кешке шейін Құдай деп Аллахқа құлшылық етіп, Құранын оқып, жұртқа жаңағыдегі Құранын үйретіп отыр, одан басқа ешнәрсе жоқ. Бізде дәл олай жасалып жатқан жерлер жоқ, немесе аз. Кейде имамдарға рас, зекет қорынан 20 000 теңге айлық бөліп жатырмын дейсіз, 20 000 теңгені бала шаға бағаласыз ба? Айтыңызшы. Бойдақ адамға жетпейді 20 000 теңге. Екі адам емес, бойдақ адамға 20 000 теңге берсеңіз бір айға жеткізе алмайды. Жаңағыдегі ол одан бөлек басқа бала шаға қалай болатын? Сол сияқты жаңағыдегі осы мәселе үшін ғана ол кісіге сол басқа табыс көзі болмағаннан кейін жәрдем есептелінеді. Соңғы сұрақ